егер де ондай болатын болса, бірден дұрыс маманға барыңыз, конкретно. Маған келсеңіз болады, немесе сондай конкретно белгілі мамандарға, тексерілген мамандарға. Арнайы зерттеп алыңыз, мен де зерттеп алсаңыз болады, проблема жоқ, конкретно маған кел демеймін. Менде қазір 400-500 видео бар. Инстаграмда да сондай бар, осы тиктокта да сондай бар. Инстаграмда тап осындай PSP Асанов деген аккаунт. Соның ішінде қарасаңыздар болады. Асықпай зерттеңіз, көріңіз, прямо эфирге қатысыңыз. Өзіңізге сенім келеді. Сол сенім келген кезде ғана келсеңіз болады. Былай анау айтты екен деп анаған барып, мынау айтты екен деп мынаған барып, немесе ана ютубтан, инстаграмнан ақылдарды естіп алып, осылай істесең деп кіріп кетпеңіз. Ол мүлде болмайды, потому что ол кейбір техникалар бар, сізге зиян болып кетуі мүмкін. Кеше мен бір адамды ішімнен мошенник сияқты деп ойладым дейді. Не үшін олай ойладыңыз? Мысалға мындай нәрсе бар. Адамдар мошенникке алданып қалдым, мені мошенник алдап кетті дейді ғой. Негізі мошенникке өзіміз алданғымыз келіп тұрады. Бірінші жағы. Супер ішкі түйсік дейді. Екінші жағы бар. Адам баласы мошенник болайын деп мошенник болмайды. Мен кейбір адамдармен сөйлестім. Даже мошенниктермен де сөйлестім. Кей уақытта болады дейді. Мысалы, ол кісі мошенник боламын деп ойламаған негізінде. Мошенник деп ойламайды да өзін. Просто өздері алданғысы келіп тұрады, қоймайды дейді, кәдімгідей. Ақша саған бергісі келіп қоймайды дейді. Сосын енді берсе амал жоқ, аласың дейді, жақсы деп аласың дейді. Сосын кейде қайтарасың, кейде қайтаратын мүмкіндік болмай қалады. Сонымен сені мошенник деп ойлайды дейді. Мысалға конкретно профессиональный мошенниктер бар, телефон соғатын, кәдімгідей сізден код сұрайтын. Оларда негізі бақыт іздеп жүр өмірден. Мына мошенники деген кино бар. Рустем Омаровтың шығарған киносы, соны қарасаңыздар болады. Мошенниктердің психологиясын мықты түсіндіреді сол кинода. Мен түгел қарамадым, ол сериал. Бір 4-5 сериясы қараған болар. 4-5 сериясы қарасаңыздар, уже мошенниктердің негізгі арғы психологиясын, адамдардың психологиясын қалай мошенник болып кеткендерін. Негізі ол жерде олар мошенник боламын деп келмеген. Ол арнайы топ, мошеннический топ, олардың өздерінің басшылары бар. Олар сол басшылардың айтқандарымен жұмыс жасайды. Арнайы программа бар, арнайы протоколмен жұмыс жасайды кәдімгідей. Сонда отырған бір сериясында бар, жиналып отырады, бір 10 шақты мошенник, өздері бір мейрамды ма, сондай бір отырыста отырған кезде, и